According to the meaning, common noun, because it consists of common thing. It is a regular adjective because it is comparative, its superlative, its degree formed by the common roots. Main verb because the main verb express the English. Жақсы. Түрге айыру. Жүз жұпсан сөйлеу бүтінен екіге бөлінеді. Жүз үштен жайсан. Математикалық белгісі n атаушылар тізбегі. 1, 2, 3, 100 n атаушылар тізбегі. n 1, 2, 3, 100 атаушылар тізбегінің жиыны көрсетеді. Натурал сандар тізбегінің қасиеті бірден басталады, реті болады, жексіз болады. Егер натурал сандар тізбегінің алдына нөлді қойса, онда ол кеңейтілген натурал сандар тізбегі болады. 1, 2, 3 n натурал сандар тізбегі. Салыстыру 199-дан артық, 101-ден кем. Жақсы, рахмет. Ал енді әдебиеттің төртінші сұрағы. Сіз түсінді. Ыбырай Алтынсарин баланың айласы әңгімесін сатылай кешенді талдау. Ыбырай Алтынсарин жас кезінен бастап білімге құштар болған. Ол балалық шағында атасы Балқожа бидің қолында өскен. Ыбырай Алтынсарин отырар шекаралық мектебінде оқиды. Ол жас кезінде көптеген мектептер ашқан. Ыбырай Алтынсарин аудармашылық жұмыспен айналысқан. Баланың айласы әңгімесін сатылай кешенді талдау. Тақырып бойынша туындысын редакторы шығарма. Әдеби шығарма дегеніміз белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындықтың сәулесі. Жанр түрі әңгіме. Әңгіме дегеніміз кішкене шағын ғана эпостықтыр. Идеясы автор тақырып арқылы шындық өмір көріс суреттегенде, оны өз көзқарасы, өз дүниетану тұрғысынан бейнелейді. Сол арқылы өз мақсат-мүддесін арманын білдіреді. Әңгіменің идеясы бұл баланың ақылдылығы туралы, баланың зеректігі туралы. Жақсы. Синтаксисті біртұтас ойды білдіреді. Бұл өлең үш шумақты. Тармақ өлеңнің әр жолы. Бұл өлең 16 тармақты. Бунақы сөздегі дауыс ырғақымен бөлінуі. Бұл өлең 2 бунақты. Буын сөздегі дауысты дыбыстардың санына қарай анықталады. Бұл өлең 7 буынды. Өлеңнің негізгі түйіні тәрбиелік мәні. Мектеп демек білім теңіз. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнім жоқ. Оқу білім бұлағы. Ғылым керек бәріне. Рахмет. Келесі. Екінші сіздер қай еш шыққандайсыздар? 4-ші еш шықты. Ал, бақша ағаштар әңгімесі сатылай кешенді талдау. Бақша ағаштары. Ата баласымен жазды бір күні атасымен баласы бақшада жүріп келіп, баласы атасына айтады. Ата, нағаш неге сондай тіп-тұзы? Анам неге сондай қисық дейді. Бала, мына ағаш бау қағымен өсірілген ағаш, ал өз бетімен өскен ағаш дейді. Сен сол екі ағаштан тәрбие аласың дейді. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек дейді атасы. Мен сен қателіктерін дұрыстайын. Сен мені тыңдап айтқан сөзімді орындасаң, ондай сен келешекте жақсы адам болып өсесің. Ал мен айтқан сөзімнен бас тартсам, онда болашақта мына қисық ағаш сияқты өсесің.
Рахмет. Қарай қайталады. Автора обратно Келесі сұрау. Автор. Авторы Брайан Церн 1847 жылы 45 жылы Қостанай облысы Қыркүйекте дүниеге келді. Ол кісі ағартушы, қоғам қайраткері, жаңашыл педагог, ғалым, этнограф, прозашы, ақын еді. Екінші сұрақ. 7-ші қара сөз мәне деп оқу. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Екі түрлі мінезбен туады. Бірінші, іштен тесем ұйықтасам деп тұрады. Сен маған білмейсің бе? Жоқ, бірінші мен, сосын жаңа Иә. Тоқтай ғой. қай жерде келдің? Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Бірінші, іштен тесем ұйықтасам деп тұрады. Оның барлығы тәннің құмары. Тән құмары болмаса, һәм өтпейді, қуат алмайды. Тақырыбы қандар сыртынан кешентауда анықтамасы Қазақстан аумағында мекендеген ежелгі тайпалардың бірі қандар деп аталады. Хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр, біздің заманымыздан 5-ші ғасыр болып келеді. Мекендеген жері жетісу Сырдария деректер. Ежелгі деректерде Сыматсаның жазуы бойынша қандар олар қытайлармен мекендес болған. Олар қытайлар сияқты киім киген және олардың билеушісі Шайни. Қандар олар бағдаршам рөлін атқарған және олар адаммен бірге жылқыларды және өз заттарын бірге Сөйлемге синтаксистік талдау. Дүниеқоңыздың ішіне шайтан кіреді. Сөйлемде бір тыныс белгі бар. Ол нүкте. Нүктенің қойылу себебі ойды аяқтап, сөйлемді тиянақтап тұр. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем себебі ой баянда жеткізіліп тұр. Осыдан қарай жай сөйлем себебі сөйлем құрап келіп, тиянақтап бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлем түрлері. Жай сөйлем түрлерін анықтау үшін сөйлемдегі сөздерді сөйлем мүшелеріне қарай талдаймыз. Ол үшін ең алдымен сөйлемнің баяндаушын табамыз. Себебі баяндаушы сөйлем болмайды, баяндауыштың орны шартты түрде тұрақты. Дүниеқоңыздың ішіне шайтан не істейді? Кіреді. Дара, етістікті, жіктік тұлғалы баяндауыш. Баяндаушы арқылы бастауышты табамыз. Кіреді не шайтан, дара зат есімді бастауыш. Баяндауыш пен бастауышты қастыра отырып, баяндауыш пен бастауышты қатыстыра отырып, сөйлемдегі басқа сөздерді табамыз. Ол үшін шайтан кіреді. Қайда? Ішіне дара зат есімді сөйлемді Қосу анықтама бірнеше санды біріктіру қосу деп аталады. Тану 4 пен 3-тің қосындысы тең 7 деп оқылады. Мағынасы 4 пен 3-тің қосынды 4 қосылғыш, 3 қосылғыш, 7 қосындының мәні. Математикалық белгі қосу. Қосудың қасиеті. Қосудың ауыстырымды саны. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Өзара 3 қосылғыштардың алдымен сол екеуін қосылғаннан соң үшінші қосылғышты қосқанда, немесе соңғы екеуін қосылғаннан соң бірінші қосылғышты қосқанда қосындының мәні өзгереді. Қазақ тілінде сөз екпінінің орны біршама тұрақты. Сөзге қосымша жалғанған сайын екпін сөздің соңғы буынына қарай қосып отырады. Сондықтан бұл сөзде екпін лық буындағы ы дауысы дыбысына түсіп тұр. Сөзде дыбыс үндестігі бар. Себебі сөзбірдің соңғы дыбысы р үнді болғандықтан оған қосымша жалғанатын л үнді болғанын талап етіп тұр. Онда біз оған қатарынан басталатын т немесе ұяннан басталатын д нұсқасын алмаймыз, дыбысын алмаймыз. Сөзде бір мен қосымшаның арасында дыбыс буын үндестігі бар. Себебі түбірдің соңғы буыны бір жуан дауысты дыбыстан жуан болғандықтан оған жалғанатын ылы жуан нұсқасын аламыз. Ерінді дауысты дыбыс. Бұл езілік дауысты дыбысты айтқанда езу екі жаққа тартылады. Ерінді дауысты дыбыстарды айтқанда
төменбасыда 10 мыңдай атты әскер болған. Кез келген ер азамат белгілі бір жасаққа тіркеліп отырған. Олар әскери жаттығулармен айналысып, өздерінің қаруларын, қылышын, семсерін, садағын бірге ұстап жүруге тиіс болған. Ғұн мемлекетінің басқару жүйесінің құрамындағы адамдар жаратушы күшке және ата-баба рухына құрбандық шалу үшін жылына 3 рет ақсақалдар кеңесіне барып тұрған. Бұл кезде бұл жиналыста барлығы Шәйнебидің туыс-туысқандары болған. Бұл жиналыста олар мемлекеттік істерді талқылаған. Ғұндардың атауы. Қытай деректерінде ғұн атауы біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдың аяғында пайда бола бастады. Ғұн сөзі ғұн, рунь, хунь, ю тағы да басқа атаулармен белгілі. Ғұндардың көршілері және де ұлы Қытай қорғаны. Ғұндар мен қытайлардың арасындағы соғыс 300 жылға созылған. Қытайлар өзінің шекарасын қорғап қалу үшін ұлы Қытай қорғанын салған. Ұлы Қытай қорғанын салуға бұйрық берген Шэньши Хуанди болатын. Ұлы Қытай қорғаны 5000 шақырым километрге созылып жатыр. Және әр 60-100 метр сайын күзет мұнаралары қойылған. Оның биіктігі 10 метр болған. Және де оның үлкендігі 5-6 аттадан еркін өтіп кететін. Баяндауыштың негізгі сұрақтары кім, не, кімде, нелер, неде, қандай, неше, тағы да басқа. Не істер, тағы да басқа. Баяндауыш. Ұранды елдің ұрпағы қандай? Ұранды елдің ұрпағы кірген 3 бөлігі су алғызса, оның 98% ащы суды құрайды, ал 2% ғана тұщы су. Сондықтан біз суды үнемдеп ұстауымыз қажет екенін түсіндім. Мен бұл батына мынандай мақалдармен аяқтағым келеді. Су арнасы бұлақ, сөз арнасы құлақ. Дария басы бұлақ. Сусыз өмір жоқ, отсыз темір жоқ деп аяқтар едік. Орыс тілі. Произносим фонологический родной по СКТ слово острова. Это слово по произношению, образованию, правописанию с твердой оставим, потому что после твердой основы пишется буква А. Это слово состоит из 3 основ слогов. Так как в составе данного слова 3 гласных звука, 2 О, А. Первый слог ОС, закрытый слог. Почему? Потому что начинается с гласного, оканчивается на согласное. Начинается гласно, заканчивается гласно. Второй слог про закрытый слог. Почему? Потому что начинается с гласного и дальше на гласное. Третий слог в открытый слог. Почему? Потому что начинается с гласного и кончается на гласное. Отан деген ана екен, отан деген туған жер. Отан ана, отан үлкен, Қазақстан туған ел. Авторы Ермек Төлеуұлының 1961 жылы 95 жылы Ақмола қазіргі Астана қаласында туған. Ол 2006 жылы дүниеден озды. Тақырып белгілі бір дәрежелі қоғамдық шындық болмас дедім авторының қазалам. Бұл өлеңнің тақырыбы туған елге, туған жерге арналған. Туған елге, туған жерге арналған. Жанрлары поэзия, өлең дегеніміз белгілі бір өлшеммен қиыннан қисырып, өлеңдер арқылы қосып келген өнерді сөз идеясы. Тақырып арқылы шынайы автор тақырып арқылы шынайы өмірдегі көріністер оны өз дүниетанымның тұрғысына белгілейді. Сол арқылы дүниесін арман тілегін білдіреді. Бұл өлеңнің идеясы өзіміздің туған жерімізді, ата-бабаларымыз мекен еткен аналарымызды қастерлеу туралы арттырылады. Шумақ айқылған шынайсыздық бір тұтас ойды білдіреді. Бұл өлең төр шумақты. Тармақ дегеніміз өлеңнің әр жолы өлең 17 тармақты. Бұнақ белгілі бір дауыс ырғамен бөлінуі. Бұнақ саны 2. Бұның сөйлегі дауысты дыбыстарына сайына байланысты болады. Бұның саны 7 сөйлеуде өз көзқарасы, өз өнертанымы тұрғысына белгілейді. Шумақ аяқталған синтаксистік бір тұтас ойды білдіреді. Өлең 10 шумақты. Тармақ өлеңнің ажылы өлең 40 тармақты. Бұнақ белгілі бір дауыс ырғамен бөлінуі. Өлең 2 шумақты. Бұным саны
сөздің құрамындағы дауысты дыбыстардың санына байланысты өлең 11 буындар. Алға қарай созылып түссе, төмендей түссе, тіл арты мүшелері ауыстырылса. Тақмашыл дәрежесіне қарай үш дауысты дыбыстың үшеуі олар. Екі қысан дауысты дыбыстар, себу дыбыстарды айтқанда жақтар ашылып, ауа қысылып шығады. Сөзде ашық дауысты дыбыс, жартылай ашық дауысты дыбыстар жоқ. Ермен езу қатысына қарай үш дауысты дыбыстың екеуі ол біреуі ол ермек дауысты себу дыбыстарды айтқанда ерінді келеді, алға қарай сүйреленеді. Екеуі ол ерінді дауысты себу дыбыстарды айтқанда Отанды қастыру, отанды аялау туралы. Тәңір түрі поэзия өлең. Өлең деген белгілі бір өлшеммен қиыннан қиынға үйлесімді ғасыр келетін өрнек сөз жүйесі. Идеясы автор тақырыбына шындығын көрсететін, оның өз көзқарасы өзіне таласынан бейін, сол арқылы өз мақсатын арманын білдіреді. Бұл өлеңнің идеясы отанды аялау, қастерлеу, оның бақытты сәттерін еске алу туралы. Шумақ аяқтан сендер сербет сөйді білдіреді. Шумақ аяқтан сендер сербет сөйді білдіреді. Бұл өлең төрт шумақты. Тамақ. Өн әр бір жауы 16 тамақты. Бунақ. Отан. Дауысымен бөліну. Отанды біз атамекен екі бунақты. Буын сан сөздегі дауыстар сыраға байланысты болады. 7 буынды оның 8 буынды. Оның төртеуі О бар. О, Д, А. Пәндер бойынша Оларға өте үлкен бал. Олар пәндер бойынша өте жақсы айтты. Өте жақсы оларға баға қояды. Сіздердің бағаларыңызды балалар өте өздері беріп отыр, иә? Барлық торлардан ең жоғары балды жинадыңыздар. Бірақ бір ғана нәрсені айтқымыз келеді. Өздерімен іздеп сізді тауып алады екен балалар. Апайына қарай беруге. Сіз алдағы уақытта осы алған білімдерін топқа, сыныпқа арналып қадағалаңыз. Сонымен біздің бұл тұсаукесеріміз ең көп жылында алғашқы өткізіп отырмыз. Осы технологияның авторының Шалған Байқызының өзі бұл марафон қалай өтеді, қалай болады екен деген көптеген күдікті сұрақтар болды, қобалжу болды. Бұл сұрақтарды құрғанда баланың мәселешілігіне сәйкес келе ме, келмей ме деп бізге қатты қобалжып, бірақ бүгін өз жемісін көрсетті деп ойлаймын. Оқушылардың жылда да енді осындай марафондарда басқаша түрін ұйымдастырамыз. Маған, мысалы, өз көзқарасыма қарағанда өте жоғары деңгейде